Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Акылова Мөлдір. Бүгін біз 2-ші тоқсанға арналған 8-ші сыныптың номер 2-ші химиялық реакциядағы энергиямен танысу бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың 1-ші нұсқасын талдайтын боламыз. Олай болса, тапсырмаға көшейік. Жану реакциясының теңдеулерін жазып, алынған өнімдерді жазыңыз. Бізге фосфордың 5 валентті оксиді берілген екен. Жану реакциясы дейміз бізде оттекпен реакциясы. 2, О, 5. Теңестіреміз 2, 5 және 4. Өнімдерді жазыңыз. Яғни бұл бізде фосфор оксиді. Пентоксид деп жатайды кейде. Натрий плюс оттегі. Натрий бізде 1 валентті болғандықтан натрий 2 О түзіледі. Теңестіреміз 2, натрийдің алдына 4 қоямыз. Натрий оксиді. Келесі метан газы. Метан газы оттекпен әрекеттестіргенде бізде көмірқышқыл газымен су бөлінеді. Сутегіміздің алдына 2. Енді оттегіміз артып кетті. Оттектің алдына 2 қойымыз. Не бөлінді? Көмір, қышқыл газы мен су бөлінді. Енді келесі тапсырма, суретке мұқият қараңыз. Суреттерге қандай процесті көріп тұрсыз? Суретті қарасаңыздар, 84 жылы мұздықтар көпті, 2016 жылы ол жерде орасан біразын еріп кеткен. Яғни, ол жерде қандай процесс? Жаһандық жылыну. Яғни, бұл жерде көмірқышқыл газының CO2-нің көптен ауаға бөлінуінен, яғни осындай парниктік газдар пайда болады да, үлкен жаһандық жылынуға алып келеді. Жаһандық экологиялық жағдайдың салдары ма? Әрине, бұл жерде мұздықтар еріп, климаттың сөздерін өзгертіп қойыппын. Климат өзгеріп, мұздықтар еріген. Яғни мұздықтар ерігенін суреттен айқын бақылауға болады. Келесі тапсырма, бұл экологиялық мәселені туындатқан кем дегенде 3 себеп жазыңыз. Өнеркәсіп түтіндері, қалдықтарды лақтыру, яғни өндіріс қалдықтарын көп өнеркәсіп орындар лақтырып жібереді. Және қалдықтардың, яғни өнеркәсіп қалдықтарының суға лақтырылуы. Суға, өзенге, көлге лақтырылуы. Келесі, суретте
жылудың эффектісінің реакциясының қандай түрін көріп тұрсыз? Енді бұл жерде жылу бөлініп тұр, иә? Бөлініп тұр. Жылу бөлінсе, көрдіңіздер ме, сыртқа қарай. Оны қалай анықтадың дейді. Жылу бөлінетін болса, бұл жерде экзотермиялық реакция. Оны қалай анықтадың дейді. Яғни суретте көрдіңіздер, жылу сыртқа қарай беріліп жатыр, иә? Суретте жылу сыртқа бөлініп тұр. Көрдіңіздер ғой, иә? Мұндай реакцияға екі мысал келтіріңіз. Мұндай реакцияларға екі мысал келтіріңіз. Так, сутек пен оттек газын қосып су аламыз. Сонда бұл жерде 572 килоджоуль бөлінген моль жылу бөлінеді екен. Және тағы бір реакцияны жазайық. Көмірқышқыл газының С плюс О2 теңбеде СО2 бұл кезде 393 килоджоуль жылу бөлінеді. Келесі тапсырма. Термохимиялық реакция теңдеуі бойынша 32 грамм метанның оттекпен әрекеттесу нәтижесінде түзілген жылудың мөлшері. Формуланы жазайық. O2 CO2 плюс 2H2O. Так. Бірінші 32 грамм метан жанғанда жылу мөлшері X болады. 16 мына жерде М метан CH4 тең 16 грамм моль. Мына жерде 16 грамм мольде 890 килоджоуль бөлінген. X тең 32 көбейтеміз 890 бөлеміз 16-ға. Сонда 1780 килоджоуль грамм мен грамм сәтте бөлінген моль жылу мөлшері түзіледі. Маған сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жаза кетсеңіздер болады осы туралы. Келесі тапсырма. Фотоға қараңыз. Автомобильді отынның қоршаған ортаға қандай әсер етеді? Мына жерге мен жазып қойдым. Автокөлік сонымен қатар ауаның ауысудың ерекше түрлерінің көзі болып табылады. Яғни автокөлік оталғанда оның түтіні ауаға орасан зор бізге жаңағы не келтіреді? Зардап келтіреді. Қозғалыс кезінде шиналар қажалады және мыңдаған тонна резеңке шаң түрінде ауаға түседі. Қалалық автомобиль көлігі ауаны отынның жану өнімдерімен ластап қана қоймайды. Қорғасынның қоршаған ортаға көбеюіне ықпал етеді. Қорғасын бізде ауыр металдар қатарына жатады, яғни адам ағзасын улауға көп ықпал етеді. Әдетте қаланың орталығы, яғни халық тығыз орналасқан аудандарда автокөлік ең көп ластануға ұшырайды. Автокөлікпен нәтижесінде жүздеген қала тұрғындарының денсаулығы атмосфераның автомобиль шығарындыларымен ластануынан зардап шекеді. Шығарылған газдар жас балалар үшін үлкен қауіп төндіреді. Өйткені автомобиль шығарындыларының биіктігі
1 метрге де жетпейді.